Саламатсыңдар ма балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы негізгі және туынды сын есім. Бүгінгі сабақта сын есімнің негізгі және туынды түрлерін анықтайсың. Тыйым сөздерді қолданып, суды дұрыс қолданудың нұсқаулығын жазасың. Мәтінді түсініп оқы. Судың да сұрауы бар. Қазіргі уақытта жер шарында жыл сайын ауыз судың қадірі біліне түсуде. Дүние жүзінің көптеген елінде су сату үйреншікті іс болып саналады. Дамушы елдердің кейбіреулерінде отбасы табысының 10% су сатып алуға кетеді. Грек елінің кейбір өңірлерінде су алыстағы таудан тасылып әкелінетіндіктен оның бағасы қымбат тұрады. Су цистернамен әкелінетін ауылдар өз елімізде де кездеседі. Жер шарында тұщы су қорының шектеулі екені анық байқалды. Сондықтан судың да сұрауы бар деген халық даналығын әр уақыт есте ұстаған абзал. Балалар, мәтін сендерге түсінікті ме? Олай болса, Попс формуласы әдісі бойынша мына сұрақтарға жауап беріңдер. Судың да сұрауы бар деген халық даналығын қалай түсіндіре аласың? Бұл әңгімелеу мәтіні ме, әлде ғылыми танымдық мәтін бе? Осы екі сұрақтың жауабын Попс формуласы арқылы түсіндіріп көр. Бірінші сөйлем: менің ойымша. Екінші сөйлем: себебі мен оны былай түсіндіремін. Үшінші сөйлем: оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Соңғы сөйлем: осыған байланысты мен мынадай қорытынды шешімге келдім. Осы сөйлемдерді пайдалана отырып, жоғарыда берілген екі сұраққа жауап беріп көріңдер. Келесі тапсырма: тыйым сөздерді қолданып, суды дұрыс пайдалан нұсқаулығын толықтырып жаз. Яғни төменде барма, қалдырма, баспа, түкірме, төкпе деген тыйым сөздер тұр. Олай болса, тыйым сөздерді дұрыс қолданып, нұсқаулықты толықтырайық. Суды бекер төкпе. Түнде су алуға барма. Судың бетін ашық қалдырма. Лас су төккен жерді баспа. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Суреттегі балықтар бойынша жалпақтау, ұзындау, кішірек сөздерін қатыстырып, оларды салыстыра сипатта. Сендер экраннан сазан, шортан, тыранды көріп тұрсыңдар. Сазан кішірек, шортан ұзындау, тыран жалпақтау. Яғни біз кішірек, ұзындау, жалпақтау деген сын есімдерді қолдандық. Енді сөз құрамына талдап көреміз. Мұнда сазан, шортан, тыран олар не деген сұраққа жауап береді. Яғни зат есім болып табылады. Кішірек, түбірі кіші, рек, жұрнақ. Ұзындау, түбірі ұзын, дау, жұрнақ. Жалпақтау, түбірі жалпақ, тау, жұрнақ болып тұр. Яғни мұнда кіші, ұзын, жалпақ сөздері негізгі сын есім болып табылады. Кішірек, ұзындау, жалпақтау сөздері туынды сын есім болып табылады. Шығармашылық жұмыс: берілген зат есімнің әр түрлі белгісін білдіретін үш түрлі сын есім тауып айт. Яғни мұнда тақта мен сәбізді көріп тұрсыңдар. Тақта қандай? Оның пішіні мен көлемі бойынша әр түрлі сын есім ойлап тап. Сәбіз қандай? Оның түсі, пішіні, дәмі бойынша үш түрлі сын есім тауып жаз. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.